Баршаңызға сәлем. Бүгін біз фаршированный кабачки дайындаймыз. Алдымен кәдіні қабығынан тазартып аламыз. Видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Орталарын кесіп алып тастаймыз. Тартылған етке дәміне қарай тұз бен бұрыш сеуіп, сарымсақты сақтап салып, араластырып аламыз. Кесілген кәділердің ортасын етке толтырып, ұнға орнатамыз. Жұмыртқаға тұз қосып араластырып аламыз. Ұнға аунаған кәдіні енді жұмыртқаға салып, қызып тұрған майға екі жағын бірдей 1,5 минуттан бетін жауып, баяу отта қуырамыз. Тіске басарымыз дайын. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп, достармен бөлісеміз. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.